Сәлем достар, мен бүгін сіздерге моцарелла сырының рецептін ұсынамын. Осы сыр дүкенде одай қымбат тұрады, ал мен бұл моцарелланы бар болғаны сүттен үй жағдайында жасадым. Кәдімгі дүкендегі моцарелладан ешқандай айырмашылығы жоқ, әрі пиццаға салғанда өте жақсы ериді. Алдымен құрғақ кастрөлге сүтті құйып, сүтті ысытамыз. Сүтті пісірудің және қайнатудың қажеті жоқ. Қолымызды батырып көргенде қолымыз күймейтін де ыстық болуы қажет. Сүт ысыған соң оттың астын өшіреміз. Сосын 7 немесе 9% уксусты аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Ең бірінші 2 ас қасық уксусты қосып араластырамыз. 15 секунд өткеннен кейін тағы да 2 ас қасық уксусты қосып араластырамыз. Мен осылай 10 ас қасық уксусты қостым. Бұл жерде міндетті түрде 7 немесе 9% уксусты пайдалану керек, 70% уксус жарамайды. Егер сізде 70% уксус болса, онда уксусты сумен араластырып ерітінді жасап алыңыз. Ол үшін 1 ас қасық уксустың үстіне 10 ас қасық суды қосып араластырыңыз. Мен өз басым осылай пайдаландым, өйткені менде 7% уксус жоқ екен, үйде 70% уксус бар екен. Сонымен 1 ас қасық уксустың үстіне 10 ас қасық суды қосып ерітінді жасап алып пайдаландым. Міне осылай сап-сары су бөлініп шыққанша уксустарды қосып араластырып отырамыз. Осылай сары судан кібіртік болып ақ ірімшік бөлініп шығады, оны ситамен сүзіп аламыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Ситамен осылай сүзіп алғаннан кейін сары суды 60 градусқа дейін қыздырамыз, яғни қолымызды сары суға батырған кезде қолымыз күйетіндей болуы қажет. Бағанағы сүзіп алған ақ ірімшікті салып, осылай қолымызбен тығыздап масса жасаймыз. Қатты қолымызбен мыжғылап алғаннан кейін ыстық суға салып, қайтадан қолымызбен мыжғылаймыз. Осылай массамыз тығыз болғанша жасаймыз, бірақ ұзақ жасап қоймаңыздар, себебі біздің ақ ірімшігіміз еріп кетуі мүмкін. Ірімшік тығыздалғаннан кейін қолымызбен осылай дөңгелетіп аламыз. Сосын оны салқын су құйылған ыдыстың ішіне саламыз. Мен 1 литр суға 2 шай қасық тұз салдым. Егер сізге сырдың тұзды болғаны ұнаса, тағы да тұз салсаңыз болады. Дайын болған моцарелланы осылай тұзды судың ішінде тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің моцарелла ірімшігі дайын болды. Дүкендегі моцарелладан ешқандай айырмашылығы жоқ, әрі пиццаға салғанда өте жақсы ериді, дәмі де өте ерекше. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.